Тегін таксисттің күні қалай өтеді? Ойлаңдаршы, таңғы сағат 5:30-да көзімді тырнап ашып, әрең тұрып, мамам мен сестренкамды иглотерапияға алып келдім. Сосын үйге ертерек келіп, обед жасадық осылай, фык-фык етіп мені турап жатырмын кәдімгідей. Сосын Назерке келіп прикол көрсетіп жатыр, жарылып күлдім. Тауықтың түрі мынау. Өзім жасап жатырмын. Не повторимый вкус дедік та осылай духовкаға жібердік. Сырын сеуіп осылай ұрып алдыға бетті. Сосын үйде жатқан өзімнің 3 жоңғарымды осылай бибикама салып алдым да бұламандар деп отырғызып қойдым. Садик болып жатыр. Өзімнің екінші тегін жұмысыма кеттім. Кстати, Жаковды уже қосымшасына апарып тастадық. Өмір Аликоштікі деп ұйықтаған көре алмай жатырмын таңертең 5-те тұрғаннан кейін. Сөйтіп келіп осыны киіндіріп, ауыстырып, памперсін барлығын қарадық. Жаным, сүтін беріп, өзімізді қолда ұстаймыз. Қане, ұйықтаймыз. Қана ұйықтауды ойлаймыз. Кеттім. Аликош ұйықтамай қанын ішіп, ары тербедім, бері тербедім, домалаттым, ұстадым, ойбай, істемегенім жоқ. Сөйтіп әрең ұйықтатып, үйге қайттым. Үйге барып ужин жасадым. Бізгілер ужин ішпейді даже. Сөйтіп күріш көже жасап бердім, қарындар ашып қалмасын деп. Сосын кешке осындай аяқ асты ойын ойнап кеттік. Бұл жеткізіп құлаттық оны, оған жарылып күлдік. Сосын ішіміз пісіп мынандай нәрсе істедік. Сосын ойнадық. Мен түрімді түсірмей-ақ қойын. Осылай бәріне ужин беріп, демалып, душқа түстім да ұйқыны жібердім, но бүгін тағы да таңертең 5:30-да тұрып кеттім. Достар, видеом ұнаған болса, лайк басып тіркеліп қойды ұмытпаңдар. Всем пока!